Айнұр Тұрсынбаева, ғажайып 28 күн. Алғы сөз. Ешкімді зорлап өзгертуге болмас. Тіпті адамның өзі сұрап тұрса да, ешкімді зорлықпен өзгерте алмасымыз анық. Егер сен өзгеріс туралы ойлай бастасаң, ешкімнің көмегінсіз алдымен өзің өзгере аласың. Халықтан алға. Менің психология әлеміне келгеніме де біраз болды. Психология деген ғажайып әлемге келу арқылы өміріме біраз өзгеріс енгізді. Көпшілік мені ақын ретінде бұрыннан таниды. Менің өмірімде барлығы тамаша деп ойлайды. Тіпті кейбіреулер арман жоқ шығар деп те жатады. Өмір болған соң менің де жабырқаған, өмірден шаршаған, болған дүниеге жан-жағымды кінәлап, кейде барлығынан баз кешкен күндерім де аз болмады. Жан-жағыммен алысып шаршағанда, бәріне қолымды бірақ сілтегім келген қаншама күндерім өтті. Ең қиыны, ел алдында жүрген соң, айналамдағы жарқырап жайнап жүргендер маған мұңаюға, сүрінуге, жығылуға хақым жоқтай қарайтын. Олардың осылай ойлайтындарына кейде жаным жай таппайтын. Іште қан жылап тұрсам да талай рет өтірік күлуге тура келген кездерім де болды. Пенде болған соң баршамызда арман болатыны белгілі. Сол іштегі үкілі үмітім, асқақ арманым мені психология алып келді. Психологияға әкелген жолды өмірімдегі ең тура жолдың бірі деп білем. Бүгінде осы жолда ізденіс үстіндемін. Әрине барлығына бірде қол жеткіздім, арманым толық орындалды. Барлығы керемет дей алмаймын. Барлығы бірден керемет болып кетті деп те дей алмаймын. Бұл жолда да қателестім. Біз сияқты арнайы психологиялық білімі жоқ адамдар бүгінгідей ақпараттың көптігінен міндетті түрде шатасып жатады. Көш жүре түзелетінін баршамыз білеміз. Ең бастысы, бұл жолда да қателестім деп қолымды бір сілтемедім. Артқа шегінбедім. Ізденісімді жалғастыра бердім. Көп оқыдым. Оқығанымды көңілге тоқыдым. Маңайымдағы қаншама досым осы жолда білім алып дамып жатыр. Көңіліме күдік ұялатқан сәттерде сол достарыммен, ұстаздарыммен ашық әңгіме жүргізем. Олардың ойларын, білгендерін тыңдап, кейде діни ұстаздарымның көмегіне жүгініп, көңілдегі күдіктерімді сейілтіп отырам. Үйренетінім әлі де көп. Өз өміріме, өз әлеміме өзгеріс жасағанда, психология ғылымының соншалықты керемет қыр-сырының барын білгенде, білгеніммен өзгелермен бөлісуді жөн көріп, біраз уақыттан бері офлайн, онлайн форматта курстар өткізіп келем. Сұраныс күн санап арта түсуде. Әр курсым әр түрлі тақырыпта болды. Соның ішінде ең жоғары сұранысқа ие болғаны осы ғажайып 28 күндік марафон еді. Осылай көпшіліктің сұранысына ие болған ғажайып 28 күн онлайн сабағымды шағын кітап күнделік етіп шығаруды жөн көрдім. Айнұр Тұрсынбаева. Ғажайып 28 күн. Кез келген психологиялық еңбекті оқығандар болса, мамандар адамның қандай да бір жаңа бір әдетті бойына қалыптастыру үшін белгілі бір уақыттың қажеттігін айтады. Сонымен қатар, психолог мамандар адамның белгілі бір әдетті қалыптастыру үшін бір ауыздан 21 күндік, 40 күндік және 90 күндік еңбек ету керектігі туралы айтып та, жазып та жатады. Сондықтан менің оқырмандарымда неге 28 күн деген сұрақ туындауы әбден мүмкін. Ендеше, неге 28 күн деген сұраққа толық жауап берейін. Бұл санның қандай да бір құпиясы, болмаса сиқыры жоқ. Өзім 21 күндік сабақтарды оқыдым. Неге екенін білмеймін, маған өзіммен жұмыс жасауға 21 күн аздық етті. Алғашында онлайн сабақтарымда 4-5 күндік етіп беріп жүрдім. Уақыт өте келе 4-5 күн аздық ететінін байқадым. Себебі сабағыма бірнеше рет қайталап қатысып жүргендер де болды. Ақырында сабаққа қатысушылармен 28 күн, бір ай үзбей жұмыс жасауды жөн көрдім. Сабақтың бір ай өтетініне қарамастан бағасын қолжетімді етіп қойдым. Ғажайып 28 күндік онлайн сабаққа қатысушыларға арнап біраз бағдарлама жасадым. Өзіммен жұмыс істеуге арналған 28 күндік бұл жұмыс дәптерінде әр тақырыпқа жеке-жеке тоқталып өтпекпін. Жалпы адам баласы қандай да бір істі бастау үшін, болмаса белгілі бір мақсатына қол жеткізу үшін, оған кедергі келтіретін тек бір-ақ нәрсе бар. Ол оның әдеттері.
Біздің әдеттеріміз өміріміздің бір бөлшегі. Яғни бүгінгі тұрған жеріміз, ол біздің әдеттеріміздің нәтижесі десек те болады. Ал енді әдеттің не екенін баршамыз білеміз. Сол әдеттің ең бір бірегейі көп істі, әсіресе маңызды істерді кейінге шегере беруіміз. Адам өмірін өзгертуі үшін еш нәрсені қиындатудың қажеті жоқ. Өзгеру деген сөздің өзі кейбіреу үшін қиындықты елестетіп, қорқыныш тудырады екен. Ал енді кейбіреу өзгеріс дегенді естігенде неден бастарын білмей қиналып жатады. Мен сіздерге өзіңізді өзгерту үшін қажетті ең қарапайым әдістермен бөліспекпін. Бір істі бастарда, әдетте дүйсенбіні, айдың басын күтіп, қалай берді бір істерді реттеп алуды, одан қалса жағдай жасап алуды сылтауратып жүреміз ғой. Осылайша жүргенде не дүйсенбі келіп болмайды, не жағдай реттелмейді. Баяғы жартас сол жартас деп өміріміз зуылдап өтіп жатқанына мән де бермей жатамыз. Расында осылай жүріп қанша ай туып, қанша дүние өзгеріп жатыр. Бұл туралы айту маған оңай, себебі бұл жағдай барлығымыздың басымыздан өтетін жағдай. Ал мен ең бастысы адамның өзі қалаған уақытында өзгере алатындығын нақты білемін. Әрине, өзгеру үшін де еңбек керек, ұзақ уақыт бойына үздіксіз еңбек қажет, тағы да қайталап айтамын. Бойымызда ескі әдеттеріміз бола тұра, қандай да бір жаңа жетістіктерге жетемін деу, өзіңді босқа қинау. Дәл осы 28 ғажайып күн күнделігін толық оқып, әрбір тапсырманы 28 күн бойы үздіксіз орындайтын болсаңыз, сізде жаңа әдет қалыптасады. Мен өз тарапынан барлық білгеніммен бөлсем, ал сіздің орындайтын екі міндетіңіз бар. Бірі, уақытты созып, әртүрлі сылтау айтпай, осы дәптер қолыңызға тиген күннен бастап бірден іске кірісу. Екіншісі, бастағаннан кейін тоқтамау. Бұл екеуі өзіңе әдет қалыптастыру, өзіңмен жұмыс жасау, белгілі бір жетістікке жету жолындағы басты шарттар. Абай атамыз істі қалай аяқталғанына қарап емес, қалай басталғанына қарап бағала дегендей, байқасаңыздар, бір істі бастау қиын, ал бастағаннан кейін тоқтамау керек. Мысалы, маңайымыздағы адамдардың таңертең ерте тұруды, болмаса күнделікті жаттығу жасауды, дұрыс тамақтануды бастап жатқанын көреміз. Көпшілігі араға 2-3 күн салып, ал енді біреулер 10 күннен кейін жел шыққан шарықсап, бастары салбырап, сол баяғы қалпына оп-оңай түсіп жатады. Сондықтан алдымен бастаймыз, сосын тоқтамаймыз. Осыны естен шығармаймыз. Бүкіл өміріңді өзгертуге тырысудың қажеті жоқ. Кейде тек өмірге деген көзқарасыңды өзгертсең болғаны. Доктор Хаус. Өзгерісті неден бастаймын? Өзгеру оңай, қиыны өзіңмен бұрынғыдай болмауың деген терең мағыналы сөзді қайдан оққаным есімде жоқ. Қандай да бір істі бастау үшін алдымен өзіңе не қажет екенін білуің шарт. Адамның өміріндегі көп жағдай әдетке байланысты дедік. Ендеше өміріңізге өзгеріс жасау үшін де өзіңіздің бойыңыздағы қай әдеттеріңізді өзгерту керектігін анықтауымыз керек. Сол үшін де мен сіздерге қысқаша жаттығу беремін. Бұл жаттығу сіздің бойыңыздағы өзгеруіңізге кедергі келтіретін әдеттеріңізді анықтауға көмектеседі. Дәл қазір осы жерде үзіліс жасаңыз, себебі өзіңізбен жұмыс жасаудың ең маңызды сәтіне де келіп жеттік. Әрі қарай жазбаша жұмыстың алғашқысы және ең бастысы басталады. Қолыңызға қосымша бір дәптер алыңыз. Сол дәптердің бір бетіне өзіңіздің жағымсыз әдеттеріңіз бен мінезіңізді тізіп жазыңыз. Баршамызға таныс мінездер мен әдеттердің тізімін жазып көрсетейін. Көп ұйықтау, орынсыз көп сөйлеу, ашуланшақ, елдің сыртынан көп әңгіме айту, әлеуметтік желіге тәуелділік, бастаған ісін аяқтамау, көрсе қызар, көңілшек, өз ойын еркін жеткізе алмау, өз-өзіне сенімсіз, елдің пікіріне тәуелді болу, тек қана өзімдікі дұрыс деу, елдің өміріне араласу, уақытты тиімді пайдаланбау, өтірік айту тағы да басқалар. Бұлар жағымсыз мінез бен әдеттер. Бұларды қолыңыздағы қосымша дәптердің бір бетіне жазыңыз. Негізі әр адам өзінің артықшылығы мен кемшіліктерін жақсы біледі. Әрі оны дәл өзі сияқты ешкім білмейді. Егер өзіңіз қаламасаңыз, өзіңізде ниет болмаса,
сіздегі мінез құлықты, әдеттерді ешкім өзгерте алмайды. Адам өзінің бойындағы кемшіліктерімен өзі ғана жұмыс жасап өзгерте алады. Сонымен қоса, өзіндегі бар ерекше қабілетін дамыта алады. Бұған осы уақытқа дейін жазылған мыңдаған ғылыми еңбектер дәлел бола алады. Енді осы күнделіктегі арнайы бөлімге жағымсыз әдеттеріңіз бен мінездеріңіздің қарама-қайшы жағын тізіп жазыңыз. Жалпы өмірде ғалам заңдылықтарының бар екендігін білесіздер. Сол заңдылықтардың бірі қарама-қайшылықтар заңдылығы. Ол дегеніміз кез келген дүниенің қарама-қайшылық жағы бар. Мысалы, ақ, қара, қатты, жұмсақ, ащы, тұщы, қараңғы, жарық, ыстық, суық тағы да басқалары. Енді осы заңдылыққа сүйенетін болсақ, өзіңіз жазған жағымсыз мінездеріңіз бен әдеттеріңіздің де қарама-қайшы жақсы жағы бар. Тек өзіңізді алдамай, өзіңізбен шынайы жұмыс жасаңыз. Өзіңізге шын жаныңыз ашса, өзіңізді аямаңыз және алдамаңыз. Себебі өзгеріс өте жақсы, бірақ ол оңай емес. Алдағы уақытта қалыптастыратын жаңа әдеттерім мен мінездерім тізбектеп жазыңыз. Көп жағдайда адамның міні өзіне көріне бермейді. Кейде көріп тұрса да көргісі келмей жатады. Бұл қалыпты жағдай. Сондықтан достарымыздың, ең жақындарымыздың көмегіне жүгінсек те болады. Ең жақын араласатын достарыңыз болмаса, жаныңыздағы жақындарыңыздың тізімін 5-6 адам әлгі қосымша дәптерге жазыңыз. Ол адамдардан өзіңіз туралы сұраңыз. Сіздің бойыңызда оларға ұнамайтын қандай әдет, мінез бар, қай мінезіңізді, қай әдетіңізді өзгерткеніңізді қалайтындарын сұраңыз. Олардың айтқандарын дәптеріңізге жазыңыз. Жағымсыз жағымды айтты екен деп ешқандай ренжімеңіз, көңіліңізге алмаңыз. Сіздің мақсат өзіңізге керегіңізді алып, өзіңізбен жұмыс жасау. Оның үстіне бұл өзгеріс сізге керек. Сіз өзгерсеңіз, сіздің өміріңіз өзгереді. Осыны ұмытпаңыз. Жақындарыңыздың айтуы бойынша жазған тізімнің қарама-қайшы жағын осы күнделіктегі арнайы бөлімге жалғастырып жазыңыз. Маңызды ескерту. Мен жаз дедім ба? Жазыңыз. Ғажайып 28 күн күнделігін сатып алу сіздің өзгеріске деген алғашқы қадамыңыз. Ішіндегі әрбір жазбаны оқу, екінші қадамыңыз. Үзіліс жаса деген жерден тоқтап, жаз дегенді жазу келесі қадамыңыз. Әрбір жасаған қадам ол сіздің әрекетіңіз, сіздің алға жылжуыңыз. Күн сайын жүйелі түрде белгілі бір әдетті жасау арқылы міндетті түрде көздеген нәтижеге қол жеткізесіз. Сөзімізді неміс жазушысы, бизнес-тренер Боды Шефердің өзінің еңбек жолында біздің айтқандарымызға қатысты айтқан 72 сағат принципі туралы пікірмен түйіндейік. Егер саған қандай да бір идея келген болса, яғни қандай да бір істі бастау туралы ой туса, 72 сағаттың ішінде баста. Қолыңнан келетін кез келген әрекетті жаса. Себебі 72 сағаттың ішінде қандай да бір алғашқы қадам жасалатын болса, әрі қарай да ойдан ой туады. Ал егер айтылған 3 тәуліктің, яғни 72 сағаттың ішінде ешқандай әрекет жасалмайтын болса, ол идея жанбай жатып өшіп, сізден бір жолата ұшып кетеді. Ендеше, сіз де өзгерем деген ниетпен ғажайып 28 күнделігін алған екенсіз, уақыт жоғалтпай бірден іске кірісіңіз. Егер 28 күндік онлайн сабағыма қатысқандардың тәжірибесіне сүйенсем, алдағы 28 күн бойы осы күнделікке сүйене отырып, өзімен үздіксіз жұмыс жасағанда міндетті түрде өзінің ескі әдеттерінен арылып, жаңа әдет қалыптастыратынына сенімдімін. Жаңа әдет қалыптастыратыныңыз туралы жиі қайталап отырам, себебі бұл күнделіктің басты ұстанымы да жаңа әдет қалыптастыру. Өзгерістің алғашқы қадамдары. Кім өзінің ең маңызды дүниелерін құрбан етуге дайын емес, өзгеріске де үміттенбей ақ қойсын. Атака Титанов фильмінен. Расында, өміріңе өзгеріс жасайым деген сәтте, бұрындары өзіңе маңызды болып көрінген біраз дүниелерді құрбан етуге тура келеді. Ол қандай маңызды дүниелер болуы мүмкін? Деген сұраққа жазбаларды оқу барысында жауап табасыз. Жоғарыда айтқанымдай, тірлігіміз өнбей,
ойлағанымыз болмай, қажет ақшамызды таппай, өмірде қиналып, барлығынан шаршаған тұста өзгелермен алысуға кірісеміз. Сондай сәтте біз жан жағымыздағы болып жатқан дүниелерге, айналамыздағылардың айтқандарына, өзіміздің қазіргі қиын-қыстау жағдайымызға үлкен мән беріп қараймыз. Қайтсек соларды өзгертеміз деп жанталасамыз. Әрине, ешкім біз үшін дәл біз қалағандай өзгермейтіні анық. Бұл бізді одан әрі тығырыққа тірей бастайды. Содан барып көптің аузындағы күйзеліске түскенімізді өзіміз де байқамай жатамыз. Бұл күйзеліске түсудің түрлі жолдары бар. Ол тек ақшаның жоқтығы, қарыздың салдарынан, болмаса денсаулықтың сыр бергеннен, немесе жалғыздықтан ғана болмайды. Адамдар күйзеліске бала сүйе алмағандықтан, немесе жұмыссыз қалғандықтан ғана түспейді. Ақшасы да, баласы да, өміріне қажеттінің барлығы бар адамдар да күйзеліске түсіп жатқанын көріп жүрміз. Мұның себебін мамандар өз тәжірибелеріне сүйене отырып түсіндіріп беріп жүр. Кейде күйзеліске түсудің бірден бір себебі бір қалыпты өмір ме дейсің? Біздің қоғамдағы әйелдердің көпшілігі расында бір қалыпты өмір сүреді. Кейбіреуі тіпті ата-аналарының өмірін қайталауда. Таңертең тұрғаннан кешке дейін бір дүниелерді ғана қайталап жасап, бірнеше жыл бойы күн сайынғы өмірінің бір қалыпты өтуі көпшілікке тән. Ол баршамызға таныс үй тіршілігі, бала-шағаның қамы, отағасының жағдайы, қонақ күту, қонаққа бару. Егер белгілі бір қызметі болса, сол жұмысқа барып келу. Бірнеше жыл бойы осылай бір қалыпты өмір сүрудің өзі де адамдарды күйзеліске алып келетін, біріміз білсек, біріміз білмейміз. Біз көп дүниені білмегендіктен түсініспеушілік болып жатады. Сол түсініспеушілік бізді жан жағымыздағылармен, жақындарымызбен арпалыстырып қояды. Сондай сәтте өзімізге, ішкі әлемімізге ешқашан зейін қойып қараған емеспіз. Ешқашан өзіміз өзгерейік деп ойлаған емеспіз. Өзімізге не керектігін анықтауға тырыспадық та. Өкінішке қарай, қасымыздағы жарымызды кінәлап, отбасының шырқын бұзуға да жетіп жатқанымыз қаншама. Отбасындағы ең қорғансыз, ең әлсіз адам бала. Көптеген аналардың бар ашу-ызасын балаларынан алатын сөзсіз. Ондай жағдай менде де болған. Бала өзін қорғай алмайды. Ол бізге ащы шындықты айта алмайды. Бала ұрысыңды естіп, таяғыңды үнсіз жей беретін әлсіз жан. Аналар қауымы әлімізді тек балаға көрсетеді екенбіз. Ал енді ішкі эмоцияның жетегінде кетіп, бар ашуды баладан алып, артынан өкінген сәттеріңіз де қаншама. Болмаса айналып келіп жоқшылықты, өзгені, қоғамды, қала берді өкіметті кінәлап, ауыз көпіртіп босқа өткізген уақытымыз қаншама. Тізе берсек көп. Бұл баршамызға таныс жағдай. Енді бір сәт осының барлығын ысырып қойып, өзімізге үңілетін сәт келді. Осы күнделікті қолыңызға алған күннен бастап, жоғарыда айтқан сыртқы фактордың барлығын ысырып қойып, бір сәт өзіміз өзгеруге тырысайық. Алдымен өзгерісті өзімізден бастауымыз керек. Тек өзіміз өзгерген сәтте өмір өзгереді. Тек өзіміз өзгерген сәтте өмір өзгереді. Тек өзіміз өзгергенде айналамыз өзгереді. Тек өзіміз өзгергенде жақындарымыз ғана емес, әлем өзгереді. Мұны сіздер бұдан да бұрын естіп жүрсіздер. Тіпті құлақтарыңыз жауыр болғанда шығар. Сондықтан тізбектей бермей, нақты қадамдар, ауыз толтырып айтарлық әрекеттер жасайық. Ендеше достар, бізбен бірге өзгеріске дайынсыз ба? Дайын болсаңыз, әрі қарай кеттік. Күнделікпен жұмыс жасау барысында күн сайын орындайтын бірнеше тапсырма болады. Сонымен қатар 28 күннің негізгі шарты бар. Ғажайып 28 күннің шарты. Бұл күнделікпен жұмыс жасаудың белгілі бір шарттары бар. Олар әр таңды шүкіршілікпен бастау. Алдағы 28 күн бойы ешқандай жағымсыз негатив эмоцияға берілмеу, үйде, жұмыста, көшеде ұрыспау, соның ішінде балаға ұрыспау. Алдағы 28 күн бойы шамаңыз келгенше садақа беру. Күн сайын таңертең жарты литр жылы су ішу. Күн сайын жаңа адаммен танысу.
Енді түсінікті болу үшін осы шарттардың әрқайсына қысқаша тоқтала кетейік. Барлығын беруші Алла екенін білеміз. Алла тағаланың сұрағанымыздың барлығын артығымен беріп жатқанын қаншалықты білеміз? Бойымызда Аллаға деген шүкіршілік сезімі бар ма? Барлық адам баласында шүкіршілік, шүкір ету деген ұғымдар болса да, күнделікті өміріне шүкір етуді естен шығарып алған. Шүкіршілік етіп, сабырлы болу адамзаттың рухани тірегі, адастырмас темір қазығы. Аллаға шүкір ет дегенді жиі естиміз, бірақ шынымен қаншалықты шүкір етудеміз? Сондықтан осы күнделіктің әр күнге арналған шүкіршілік бетін міндетті түрде жазбаша толтырыңыз. Шынымен де, Аллаға не үшін алғыс айтар едіңіз? Дәл қазір алғыс айтуды неден бастар едіңіз? Барлығын тізіп жазыңыз. Күн сайынғы сіздің шүкіршілік жазуыңыз Аллаға деген шын алғыс сезіміңізді оятады. Қалтамыздағы ақшаның жоқтығы мен қарызымыздың көптігі бойымыздағы шүкіршілік сезімін бізден мүлдем алыстатып жіберген. Біз тек сол жоқ дегенді ғана көреміз. Бүкіл байлықты, материалдық дүниемен, өзіміздің кем тұсымызбен ғана өлшеп қойғанбыз. Өзіміздегі жоқты ғана көріп, денсаулық, отбасы, бала-шаға, туған-туыс сияқты ең қымбат байлығымызды бағалауды шынайы шүкіршілікті ұмытқанбыз. Ал шүкіршілік жан-жағымыздағы барлық жақсылыққа есік ашатын алғашқы сезім. Шынайы шүкіршілікті сезіну өзімізге қажеттіні өмірімізге тартатын құрал десек те болады. Шүкіршілік етуді әдетке айналдыру арқылы Алланың алдындағы ең үлкен міндетіңізді орындайсыз. Күнделікті өміріңіздегі қаншама нәрсеге шүкіршілік ете отырып, көңіліңіз де көтеріледі. Шүкіршілік сәттіліктерді де шақырушы. Шүкір еткен сайын өзіңізге сәттілікті де тартасыз. Жазу барысында шүкіршілік ететін нәрсеңіздің көп екендігіне көз жеткізесіз. Өмірде алғыстан өткен ғажайып сезім жоқ. Жан де Лабруер. Алдымен қолда барыңа шүкіршілігіңді білдір. Содан кейін ары қарай керегіңді аласың. Мысалы, менен жақыным өзіне қажетті бір затын сұрады делік, мен әлбетте берем. Екінші рет тағы сұрады, тағы берем. Үшінші рет тағы сұрады, тағы берем. Бірақ қашан көрсем де аузынан жақсы сөз шықпайды, не бір алғысын естімеймін. Солай жүріп бір күні тағы сұрайды, сұрағанын бермеймін. Не істейді? Алдыңғы бергенімнің барлығын баяғыда ұмытып кеткен. Бұл жолы қатты ренжиді, налиды, кінәлайды. Бірақ бұрынғы сұрағандарына алғанын, сұраншақ болмау үшін әрекет ету керектігін ешқашан ойламайды. Бұл күнделікті өмірде қай-қайсыңызда болсын кездесіп жататын қарапайым жағдайлар. Қарапайым адамдар арасындағы мысал. Жалпы бізге барлығын беруші ол бір Алла. Алла тағала бізге қажеттінің барлығын беріп қойған. Сұрағанымызды артығымен беруде. Ендеше әрі қарайда бір нәрсе сұрамас бұрын дәл осы жерде біраз ойланып шүкіршілік етейік. Әуелі Аллаға шүкіршілік айтыңыз. Содан кейін өмірге әкелген ата-анаңызға, бауырларыңызға, отбасыңызға, балаларыңызға, жақындарыңызға, достарыңызға, әріптестеріңізге, өміріңізде болған әрбір адамға, тіпті ол сізге жамандық жасаса да, алғыс айтыңыз. Адамға алғыс айтпағанның Аллаға шүкірі жоқ дегендей, айналаңызға ризашылық білдірудің тиімді әдісі алғыс айту. Жоғарыда аталғанның барлығына айтар алғысыңыз көп екендігін білем, өйткені сіздің өміріңізде олардың барлығының өзі орны бар. Бұл адамдарға алғыс айту деген олардың әрқайсымен кездесіп, жеке-жеке алғыс айту емес. Әрине, кездескендерде алғыс айту ол өз алдына керемет дүние. Ал енді әртүрлі себептерге байланысты барлығымен кездесу мүмкін емес жағдайда қайтпекспіз. Мұндай жағдайда алғысыңызды дәптерге жазыңыз. Әр адамға жазған алғысыңыз сіздің оларға деген көзқарасыңызды өзгертеді. Сіздің әрбір алғысыңыз сіздің бойыңызда керемет сезім пайда болуына әсер етеді. Сізден шыққан әрбір алғыс энергиясы өзіңізге керемет болып қайтады. Тек сіз еш нәрсе күтпестен алғыс жазыңыз.
Алғашқы күндері тіпті алғыс емес, ренжіс сезініп тұрсаңыз да жазыңыз. Күнделіктің бүгінгі жақындарыма деген алғысым деген бөліміне қарым-қатынасыңызды реттегіңіз келетін адамдарға алғыс жазыңыз. Барлығына уақыт керек. Не жазарыңызды білмей, қиналып тұрсаңыз да бастаңыз. Өмір болған соң түрлі жағдайлар болады. Әркімнің өз шындығы бар. Өзімізде эмоцияға беріліп, ара-жігін ажыратпай, қанша адамды ренжіттік. Тура солай бізді де ренжіткендер бар. Өзім де көп ренжіттім. Алайда күндердің бір күнде өкпе ренжітті арқалап, ұзаққа бара алмайтынымды түсіндім. Өкпе ренжітті жоятын бірден бір құрал алғыс айту. Әсіресе өзіңізді ренжіткен адамдарға алғыс айту маңызды. Олар сіздің өміріңізге босқа келмеді. Мұны қазір түсінбесеңіз де уақыт өте келе түсінесіз. Алғыс жазу арқылы да көптеген жақсы дүниелерге көзіңіз ашылатын болады. Біз бір жақты ғана қарап, ренжіп жүру арқылы жан-жағымыздағы жақсы дүниелерді көрмей байқамай жатамыз. Шүкіршілік өзіміздегі бар байлығымызға көзімізді ашып жатса, өзгелерге алғыс айту ішіміздегі бүкіл өкпе ренішті жойып, бойымызға керемет сезімдердің пайда болуына жол ашады. Кез келген игі іске, жақсы нәрсеге алғыс айту әдетімізге, ал әдетіміз әдепке айналады. Жоқ пен я. Бір мезгіл мойныңызға іліп алған міндеттен арылып, демалу үшін жоқ деп айтып үйреніңіз. Авторы белгісіз. Өкпе реніш дегеніміз адамның белгілі бір жағдайларға эмоциялық тұрғыда әсер етуінен пайда болған сезімдер жиынтығы. Біз байқамай, осындай эмоцияны ішке толтырып алғанбыз. Ол дегеніміз міндетті түрде айғайлап, ұрысып, жылау емес. Көп жағдайда үнсіздік те адамның ішкі әлемін былғайды. Мысалы, адамдар жоқ дей алмай, қиналатындарын айтады. Бұл мен танитын біраз адамның әлсіз тұсы. Енді осы қарапайым ғана жоқ деп айта алмау адамның өзіне қаншалықты зиян тигізіп жатқанын білеміз бе? Сіз үнемі елдің көңіліне қарап, өз ісіңізді ысырып қойып, я деп қол ұшын беріп жүресіз. Сіз әрбір келісіміңізді бергенде, сіздің ішкі дауыс жоқ деп тұратын мүлдем білмейсіз, естімейсіз. Мұндай жағдай сізге таныс болса, бұл ең біріншіден адамның өзін өзі бағалауының төмендігінің белгісі. Егер сіздің де бойыңызда осындай қасиет болса, өзіңізге жоқ деп айта алмайтыныңыз үшін ұрысып жекетін болсаңыз, мұны шұғыл түрде өзгерту керек. Көп жағдайда мұндай адамдар өзіне сенімсіз келеді. Үнемі я деп айтып, қол ұшын бергенде шын ниетімен рахаттана көмектеспейді, амалының жоқтығынан істейді. Я деп айтып отырған адамның өзінің артында бір есебі бар. Ол қандай есеп дейсіз ғой? Ешқандай есеп жоқ. Мен шынымен жоқ деп айта алмаймын деп ақталып жатамыз. Өз-өзіңізді алдамай, шындыққа тура қарасаңыз, мұндайдың артында ұят болады. Ертең керек адам, маған да керек болғанда жоқ деп айтып жүрсе ше, деген есептер тұрады. Бұл қандай жағдайда болсын, мысалы ақша сұраса, бере салатын, шақырса барлығысын тастап кешке дейін қасында жүретін, көмек сұраса тағы да өзін ысырып қойып қол ұшын беретін адамдардың легі. Бұл барлығымызға таныс жағдай. Сен жоқ деп айта алмайынша, сенің я деуіңнің еш мәні жоқ. Ошы. Әрине адамның күні адаммен, ұят болады дегеніміз өте дұрыс, бірақ дәл бұлай жасау дұрыс емес. Бұл адамның өз-өзіне деген сенімсіздігінен туған әдет. Қандай жағдайда да адам өзіне сенуі керек. Адамдардың барлығына рахаттана көмектесу керек. Берген көмегіміз үшін өзіміз қиналмауымыз керек. Яғни біреуге я дегеннен өзіміз және өз ісіміз зиян шекпеуі керек. Ол үшін менің бір жаман әдетім бар, ешкімге жоқ деп айта алмаймын, мен бір сорлы адаммын деген сияқты өзіңізді жеуді тоқтатыңыз. Негізінде я деп айта білу бұл көптің ішінде сізге ғана берілген өте жақсы қасиет. Кез келген уақытта я деп айту, қол ұшын беру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Не болса о болсын, басында қатырмасыншы, ақшам жоқ, болмаса уақытым жоқ деп безеріп отырғаннан, қол ұшын беруге дайын болу әлдеқайда артық екенін өзіңіз де білесіз. Тек бір нәрсені ұғыңыз, сіздің я деп айтуыңыз шектен шығып кеткен. Бір ескеретін нәрсе, кез келген дүние шектен шыққанда зиян тигізе бастайды.
мұны өзіміз де байқамай қаламыз. Ендеше дәл осындай мейірімді қасиетіңіз үшін алдымен өзіңізді жақсы көріңіз. Содан кейін біреуге иә деп айтып тұрғанда, ішіңіз не деп тұр, соған мән беріңіз. Егер іштей жоқ деп айтып тұрсаңыз, ақырындап жоқ деп айтуды да бастаңыз. Рас, алғашында қиын болады, біреулер ренжіп те жатады, жоқ деп айтып алып өзіңізді біртүрлі сезінетін сәттер де болады. Мұның барлығы қалыпты жағдай. Барлығына уақыт керек. Уақыт өте, қажет уақытта жоқ деп айта білу де дұрыс екенін түсінесіз. Және ол үшін сізге ешкім ренжімейтін деп байқайсыз. Десе де жоқ деп айтудың жөні осы екен деп басы бүтін барлығына бірдей жоқ деуге де болмайды. Барлығы түсінікті болу үшін қарапайым мысал келтірейік. Мысалы, бүгін сіздің сабағыңыз бар, үйде басқа да жасайтын жұмыстарыңыз бар, бүгінгі күнге құрған жоспарыңыз бар. Кенет сізге біреу қоңырау шалды. Досыңыз өзімен бірге дүкен аралауға шақырды. Жарайды деп келісім беріп кететін болсаңыз, өзіңіздің барлық шаруаңыз ертеңге қалғалы тұр. Мұндайда мен ойланбастан жоқ деп айтамын. Біз көп жағдайда өзімізден бұрын өзгелерді ойлаймыз. Осындай әрекеттеріміз өзімізге зиянын тигізіп жатқанын байқамай да жатамыз. Ешкімнен еш нәрсе күтпе. Көңіліңді қалдырмаудың ең керемет жолы ешкімнен еш нәрсе күтпеу. Facebook желісінен алынды. Тағы бір айта кететін қарапайым дүние, ешқашан ешкімнен еш нәрсе күтпеу. Біреуге көмектестіңіз бе? Ұмытыңыз. Біреуге сыйлық жасадыңыз ба? Одан сыйлық күтпеңіз. Біреуді қонаққа шақырдыңыз ба? Оның да қонаққа шақыруын күтпеңіз. Біреуді бір жақсылығыңызбен қуанттыңыз ба? Өзіңізге де солай жасауын күтпеңіз. Тіпті отбасында да мен бұлай жасай салам, маған да сыйлық беретін шығар деп ойладым, мен үнемі сөйтем, бүйтем, маған да солай істейтін шығар деп ойладым деп бал ашып, өзгеден де сондай жауап күтіп отырудың қажеті жоқ. Ең бастысы не істесеңіз де шын ниетіңізбен жасаңыз. Сол жасағаныңыз өзіңізге ұнаса, өзіңіз содан ләззат алсаңыз, жасаңыз, себебі елдің барлығы біз ойлағандай болуға, біздің ыңғайымызға көнуге міндетті емес. Көмек сұрау. Бізге өте жат дүниенің бірі көмек сұрай алмау. Өзіме келген хаттарды оқып отырсам, жалғыздан жалғыз қиналып жүрген әйелдер, жанындағы ешкімге айта алмайды, ешкімнен көмек сұрамайды, іштей тынып қиналып жатады, өзін-өзі жейді. Қала бере бар ашуын баладан алады. Бұл ешкімге жақсылық әкелмейді. Сондықтан туындаған мәселеңізді біреумен бөлісуіңіз керек. Іштей қиналып жүрсеңіз, бар ашу заңыңызды бала-шағадан ала бермей, маңайыңыздағы үлкендермен, жақындарыңызбен сөйлесіңіз. Міндетті түрде психолог болу шарт емес. Сондықтан сөйлесіңіз, бөлісіңіз, жеңілдеп қаласыз. Негізі ашық сөйлесу бізге жат дүние секілді. Ол мейлі ерлі-зайыптылар арасында болсын, мейлі ата-анамен болсын, тіпті жұмыс бабында болсын, ашық сөйлеспейміз. Мүмкін бұл біздің тәрбиеге, менталитетке байланысты да шығар. Егер ашық сөйлесіп, көмек сұрайтын болсаңыз, барлығы сіз ойлағанда қорқынышты емес. Ішіңіздегіні айтып, жеңілдегеннен бөлек, кәдімгідей шығатын жол табатын боласыз. Маңайымыздағылар біз ойлағандай қатыгез адамдар емес. Сіздің тірлігіңіз дұрыс емес болса, алғашқыда ашуланар, ауыр сөздер айтар, кім де болса солай жасары анық. Дегенмен, кез келген жағдайда жалғыз қиналғаннан шешім таппаймыз. Сондықтан ашық сөйлесіп үйреніңіз. Бұл тақырыпта қаншама оқырманмен сөйлестім, ашық сөйлесуге кеңесімді бердім. Соңында көпшілігі ашық сөйлесудің дұрыс екені туралы айтып жатады. Адам көп ашуланып жүйкесін жұқартып жатса, үндемей іштен тону одан да қауіпті. Егер мамандардың сөзіне сүйенсек, қатерлі ісік бұл іштегі өкпе реніш, іштен шықпай қалған жағымсыз эмоциялар екен. Ал енді кез келген қатерлі ісікпен ауырған адаммен сөйлесіп, ішкі сырын ақтарсақ, барлығында бала күннен бері қарай жиналып қалған өкпе реніштер бар. Тіпті өздері де білмеген. Біреуге ренжіп, ұзақ уақыт ойлап, уайымдап, іштей жылап жүреді. Араға біраз уақыт салғанда ұмытылады. Яғни тіршілік жалғасуда барлығын ұмыттым деп ойлайды. Шын мәнінде эмоция іште қалады.
Солай түрлі оқиғалардың салдарынан болған жағымсыз эмоциялар, өкпе-реніштер жиналып, адамды іштей күйзеліске, қандай да бір дертке әкелуі мүмкін. Өкпе-реніштің қайда апаратыны түсінікті болса, ендеше кешірім жасап қана қоймай, алғыс айту арқылы барлығын босатыңыз. Өзіңізді ренжіткен адамдарға алғыс айту тек өзіңізге керек. Өзіңіз жеңілдейсіз. Өз жолыңызды өзіңіз ашатын боласыз. Өзін өзі бағалау. Жақсы көру тамаша сезім. Әсіресе өзіңді. Адам. Содан кейін көпшіліктің өзі қалағандай өмір сүре алмауының бірден бір себебі адамның өзін бағалауының төмендігі. Бүгінгі таңда өзін өзі бағалау тақырыбында кітаптар да, сабақтар да көп. Іздеген адам өзіне қажетті ақпаратты оңай таба алады. Өзін өзі бағалауға өзіңді жақсы көру кіреді. Адамның өз бағасын білуі оның өзіне деген сенімділігін арттырады. Осылайша ол кез келген қиындықтан оңай шыға алады. Өзіңді жақсы көрудің түрлі жолы бар. Адамның алдымен өзін жақсы көріп, өзін танып білгеннен кейін қоршаған ортамен тіл табысу да оңай болады. Өз-өзіңізді қалай бағалайтыныңызды анықтау үшін төменгі жазбаға көз салыңыз. Өзін өзі бағалауы төмен адамдар өз ісіне, отбасына, сыртқы әлемге көңілі толмау, өзін өзі үнемі кемсіту, үнемі бір нәрседен қорқып жүру, сынды ауыр қабылдау, жиі ренжи беру, қызғаншақ және көре алмаушылық, іштарлық елдің сөзіне тәуелді. Әрине, тізе берсе көп. Егер бойыңыздан осындай белгілерді байқасаңыз, сіздің өзіңіздің бағалауыңыздың төмен екендігінің белгісі. Сізге міндетті түрде өзіңізді бағалаумен жұмыс жасау қажет. Өзіңізді бағалауды көтеру үшін бүгінде ақпарат көп дедім, өзіңізге қайсысы оңай, ләззат береді, сол жерден білім алып, өзіңізбен жұмыс істеңіз. Өзіңізді бағалауыңызды көтеру үшін әлемдік мықты мамандардың кеңестерінің ішіндегі ең жеңіл түрлерімен бөліспекпін. Бірінші, барлық жерде өзіңізді кінәлі санап, кешірім сұрай беруді тоқтатыңыз. Неғұрлым өзіңізді көбірек кінәлі сезінсеңіз, соғұрлым өзіңізге деген сенімділігіңіз төмендей береді. Мысалы, кешіккенім үшін кешірім сұрайым деген сөздің орнына күткендеріңізге көп рахмет деп айтыңыз. Спорттың кез келген жеңіл түрімен айналысыңыз. Екінші, мейлі ол таза ауада жүру болсын, өзіңізге деген құрметіңіз арта түсетін болады. Үшінші, өзіңізге дұрыс күтім жасаңыз. Шаш үлгіңізге, киім киюіңізге, аяқ киіміңізге мән беріңіз. Кейде адамның өзінен керемет иіс шығып тұрғанын сезінуінің өзі өзіне деген сенімділігін арттырады екен. Төртінші, жайлы, үйреншікті орыннан шығыңыз. Бұрын жасап көрмеген істі жасаңыз. Мысалы, бұрын бөтен адаммен сөйлеспейтін болсаңыз, өзіңіз алғаш қадам жасап сөйлесіңіз. Бұрын күнделік жазып көрмесеңіз, күнделік жазуды әдетке айналдырыңыз. Бесінші, үнемі жаңа дүниелерді үйренуге талпыныңыз. Тіпті жасаған дүниеңіз ойдағыдай шықпаса да, тырысқаныңыз үшін өзіңізге деген сенімділігіңіз арта түсетін болады. Алтыншы, кез келген істі қолыңызға алғанда бірден ойдағыдай шықпауы мүмкін. Сол үшін де менің қолымнан келмейді деп бірден бас тартпаңыз. Ойыңызда жүрген келесі істі жасап көріңіз. Бұл да сіздің өзіңізге деген сенімділікті арттырады. Жетінші, сонымен қатар осы ғажайып 28 күнделігімен үзбей жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің өзіңізді бағалауыңыздың өсуіне, өзгеруіне көмегі тиері сөзсіз. Сондықтан әрбір айтылған кеңеске құлақ асып, қолыңыздағы күнделікті үзбей толтырып, барлығына жауапкершілікпен қараңыз. Нәтижесінде сіз өзіңізге сенімді боласыз, өзіңізді қалай барсыз, солай қабылдайсыз. Кез келген сынды жеңіл қабылдайсыз, қателесуден қорықпайсыз, кез келген адаммен оңай тіл табысасыз, үнемі өз пікіріңізді еркін айта аласыз, үнемі өсу үшін алға жылжып отырасыз. Дәл қазір менің айтқандарымды осыған дейін қаншама рет естігенде боларсыз, ол маңызды емес. Осы күнделікті оқып, жазылған әрбір ақпаратқа мән беріп, күнделікпен 28 күн үзбей жұмыс істегеніңіз маңызды. Жақсы сөз сөйлеу. Осы күнге дейін әрбір сөзіміздің өмірімізге қалай әсер ететіні туралы естіген боларсыз. Жақсы сөз сөйлеу де сіздің өзіңізді бағалауыңызға тікелей әсер етеді. Жақсы сөз адамның мейірін қандырып, мерейін өсіреді.
Жақсы сөз сөйлеу туралы көп дүние жазбаймын. Ол туралы білетіндеріңізге күмәнім жоқ. Тек сол жақсы сөзді жақыныңыздан аяп қолданбайтыныңызды есіңізге салам. Сыпайы сөйлеу абыройыңызды арттыратын, жақсы сөйлей білу де өнер екенін ұмытпағайсыз. Күнделікпен жұмыс істеу барысында қандай жағдай болмасын, 28 күн бойы тек қана жақсы сөз сөйлеу шарт екен тағы бір естеріңізге салам. Сонымен қатар жақсы сөз сөйлеуді әдет қылып қалыптастыру үшін өзіңізге қажетті жақсы сөздерді күнделіктің арнайы бөліміне күн сайын жазып отырыңыз. Қарым-қатынас. Жекеме хат жазатын, сондай-ақ сабағыма қатысатын оқырманның басым бөлігі қыз-келіншектер. Солардың ішінде көпшілігінің басты сұрағы отбасындағы қарым-қатынас мәселесі. Ене мен келін арасындағы келіспеушілік, жалпы өзге адаммен қарым-қатынасымыздың дұрыс болмауы тікелей өзімізге байланысты. Жоғарыда айтып өткенімдей, өзімізге ұнамаған адамның өзгеруін талап етіп, өзгені өзгертем деп жанталасамыз. Егер адам өзі өзгерсе, барлығы жағдай, соның ішінде қарым-қатынасты да өзгертуге болады. Мысалы, өзіңіз қарым-қатынасыңызды реттегіңіз келген адамдардың тізімін жазып қойыңыз. Енді осы күнделіктің қарым-қатынас бөліміне сол кісілердің бойындағы жақсы деген 5 қасиетін жазыңыз. Кез келген адамның бойында бірнеше жақсы қасиет болады. Күн сайын сол әдеттерін көшіріп жазыңыз. Бұл әдіс сіздің ол адамға деген көзқарасыңызды өзгертудің алғашқы қадамы. Егер күнделікпен толық жұмыс жасайтын болсаңыз, уақыт өте келе міндетті түрде ол адамға деген көзқарасыңыз жақсы жаққа өзгереді. Сонымен қатар, ол адамдарға деген өзіңіздің қарым-қатынасыңызды, ойыңызды, сөзіңізді жақсы жаққа өзгертіңіз. Яғни өзгерісті алдымен өзіңізден бастаңыз. Енді түсінікті болу үшін мысал келтірейік. Егер сіз келін болсаңыз, енеңізбен, жалпы қайын жұртпен жағдайыңызды реттегіңіз келеді делік, отбасыңызбен күнделікті әдет бойынша 3-4 мезгіл шай тамақ ішесіздер делік. Енді арнайы бір уақытты белгілеп, енеңізге шай дайындаңыз. Ол дастарханды сол кісіге арнайы дайындағаныңызды білдіріңіз, шайға шақырыңыз. Бұл жерде сіздердің әдеттегі қарым-қатынастарыңызға байланысты түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Енеңіз жақтырмай, шайыңызды ішкісі келмейтін айту да мүмкін. Мысқылдап күлу де ғажап емес. Осылай түрлі әрекет көрсетіп, 1 күн, 2 күн, мейлі 5 күн бас тартуы мүмкін. Ол да адам, бірақ 6-шы күні жібейді. Алғашқыда қандай жағдай орын алса да, сіздің міндетіңіз кері жағымсыз қылық көрсетпеу. Бұл әдіс қарым-қатынасты реттеудегі сіздің келесі қадамыңыз. Мұндай әрекетіңізбен ол кісі туралы не ойлайтыныңызды білдіресіз. Өз өміріңізде ол кісіге орын барын көрсетесіз. Қарап тұрсақ, өте қарапайым дүние, дегенмен нәтижелі. Жоғарыда өзге адамдармен де қарым-қатынасыңызды реттеу үшін алғашқы өзгерісті өзіңізден бастаңыз дедік. Кейде арақатынасымыз бұзылған кейбір адамдармен әрі қарай да араласып кетуге міндетті емеспіз. Дегенмен, қажет болса, өз тарапыңыздан кешірім сұрағаныңыздың еш айыбы жоқ. Сіз кешірім сұраған сәтте ол кісінің қалай қабылдауының да сізге еш қатысы жоқ. Кейбіреулер кешіргісі келмей жатуы мүмкін. Ал енді біреулер алдыма келдің бе деген сыңай танытса, енді біреулерге сіздің сұраған кешіріміңіздің еш әсері болмай, немқұрайлық танытып жатады. Мұндайда да еш алаңдамаңыз. Елдің барлығы бірде сіз сияқты ізденіп, білім алып, өзімен жұмыс жасап жатқан жоқ. Сондықтан олардың түрлі әрекет жасаулары қалыпты жағдай. Бұл жердегі ең бастысы сіздің жасаған қадамдарыңыз. Әрбір жасаған қадамыңыздан кейінгі басыңыздан кешкен сезімдеріңіз. Әрбір жасалған қадамнан кейін түрлі сезімде болатыныңызды анық. Мысалы, біреуден кешірім сұрағанда өзіңізді жеңіліп қалғанда сезінуіңіз мүмкін. Енді бірде кешірім сұрап нем бар еді деген күйде болуыңыз мүмкін. Мұның барлығы қалыпты жағдай. Уақыт өте келе дұрыс жасағаныңызға және мұндай жағымсыз сезімдердің ешқандай да маңызы жоқ екенін түсінесіз. Енді адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын реттейтін бірнеше маңызды кеңестермен бөлісе кетейін. Бұл кеңестер отбасынан бастап барлық қарым-қатынасқа негізделген. Бірінші, ешқашан жеке өміріңізді құрбандық етпеңіз. Ерлі-зайыптылық өмір басталғанда көптеген қыз-келіншек пен ер азаматтар өзінің жеке адам екенін ұмытып кетеді. Екінші жартысының көңілінен шығу жолында өзін барынша құрбандай етіп жатады.
өзінің бойдақ күнде рахаттана айналысатын істерін, спорт, би, кітап оқу, кесте тоқу, бір мезгіл өзіне жақын үлкендермен әңгімелесу, тағы да басқа бәрін ұмытып кетеді. Қиялдап армандауды мүлдем тоқтатады. Қарым-қатынасыңыз әрі қарай да жақсы болуы үшін өзіңіздің қалауларыңызда мүлдем бас тартуға болмайды. Бір мезгіл өзіңізге көңіл бөліп, өзіңізге ұнайтын істермен де айналысыңыз. Бұл сіздің өзіңізді бағалауыңыздың төмен түсуінен және іштей торығудан сақтап, қарым-қатынасыңыздың одан да жақсы болуына көмектеседі. Екінші, өз сезімдеріңізді алдамаңыз. Біздің қоғамда ерлі-зайыптылар арасында ашық әңгімелесу деген жоқ. Күнделікті тіршілікте түрлі жағдайларға байланысты туған ішкі сезімдерді тұншықтыра бермей, бір сәт оларға да мән беріңіз. Себебі іште тұншыққан сезім сыртқа шығу керек. Ол сыртқа шықпаса, ең бірінші өзімізге, кейін жан-жағымызға зиян тигізе бастайды. Қандай күйде тұрсаңыз да, екінші жартыңызбен ашық сөйлесіңіз. Өзіңізге ұнамайтын дүниелердің басын ашып айтыңыз. Өзіңізге ұнайтын, қалауыңызды жасырмаңыз. Жұмыста, өзге жерде болған жағдайларға қиналып тұрсаңыз, бөлісіңіз. Ашық сөйлесу көптеген жаман нәрселердің алдын алады. Екінші жартыңызбен ашық әңгімелесу отбасындағы қандай да бір түсініспеушіліктен қорғайды. Отбасын құрғанда біз әр адамның әртүрлі екенін түсінуіміз керек. Сіздің екінші жартыңыздың да өз ойы, өз көзқарасы, өз қалауы бар. Егер сізбен ашық сөйлескісі келсе, тыңдай да біліңіз. Қажет жағдайда ашық сөйлесу, сезімдерді ішке жинамау бақытты отбасының бірден бір құралы. Мен мұны алдыма келген қаншама отбасының тәжірибесінен көрдім. Үшінші, қызғаныштан тыңшы болуды тоқтатыңыз. Бұл барлығыңызға таныс жағдай. Телефоны шыр еткенде қайдасың деген сұрақтан жалықпаған еркек кемде-кем шығар. Егер 24 сағат телефонға хат жазып, қызғаныштан туған бір сұрақтармен тыныштық бермейтіндердің қатарында болсаңыз, тоқтатыңыз. Өзге тұрмақ өзіңізде шаршағаныңыз сөзсіз. Бұл ең біріншіден өзін-өзі бағалауы төмен адамның сөзі. Екіншіден, сіз ол адамға емес, өзіңізге сенбейсіз. Өзіңізге деген сенімділік мүлдем жоқ. Сондықтан алдағы бір ай бойы осы күнделіктегі әрбір тапсырманы орындай отырып, елді мазалауды, өзіңізді мазасыздандыруды тоқтатыңыз. Біраз уақыт өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, бұрындары сіздің қоңырауыңыздан қашатын адам керісінше сізді өзі іздей бастайды. Бұл сіздердің арақатынастарыңызды одан әрі жақсарта түседі. Түрлі ойдың жетегінде кетіп, қайда, кіммен, не істеп жүрген уайымдап, мазасын ала бергенге қарағанда, сіздің не істеп жатқаныңызды білу үшін шалынған қоңырау әлде қайда жағымды екенін көресіз. Төртінші, өзіңізді жақсы көріп, өз-өзіңізді күтіңіз. Көптеген қыз-келіншектер өздері қалаған жігіттің жоқтығын айтып жатады. Ер азаматтардың барлығы бірдей деп ойлайды. Болмаса, өмірлеріне бір типтегі ер азаматтардың бірінен кейін бірі пайда болуын айтып шағымданып жатады. Бұның ең басты себебі өзін-өзі бағалауыңыздың төмендігі. Біз өзіміз қай сатыда тұрсақ, сол сатыдағы адамдарды өмірімізге тартамыз. Біз өзімізге қалай қарасақ, өзгелер де бізге солай қарайтын болады. Өзімізді өзіміз қалай қабылдаймыз, өзгелер де бізді солай қабылдайды. Сондықтан өзгелер бізді өзіміз ойлағаннан артық бағалайды деп ойлауымыз дұрыс емес. Өзіңізді қаншалықты деңгейде жақсы көресіз? Өзіңізді еркелетіп, өз қалауыңызды орындап жүрсіз бе? Өзіңізге күтім жасайсыз ба? Өз денсаулығыңызға қаншалықты мән бересіз? Өзіңізге берген уәдеңізге беріксіз бе? Өз ойыңызды еркін айтып, өз дегеніңізде тұра аласыз ба? Өзіңізді жан-жақты дамытасыз ба? Өзіңіз белгілі бір мақсатпен жұмыс жасайсыз ба? Міне, осындай сұрақтарға өзіңізді алдамай, шынайы жауап беріңіз. Ендеше ең бірінші өзімізді бағалауымызға тоқталып, сол бағытта жұмыс жасауымыз керек. Бесінші, барлығына бірдей жағамын деуден аулақ болыңыз. Адамдардың барлығына бірдей жағу мүмкін емес, тіпті жақындарыңызға да. Кейбір адамдарды жақсы көріп, барынша сол адамның көңілінен шығуға тырысып жататындар көп, мүмкін көңілінен шығарсыз, бірақ көп жағдайда бұл да адамды күйзеліске алып келеді. Біреудің көңілінен шығуға тырысқанда, ол адамның сізге деген қарым-қатынасы да маңызды. Сіздің тырысып жасап жатқаныңыз
ол адам бағалай ма? Сізге де сондай жауап беруге тырыса ма? Осы дүниелерге мән беріңіз. Себебі көпшілік біз ойлағандай емес. Дәл біз ойлағандай болуы да шарт емес. Дегенмен, екі адамның бір-біріне деген көзқарасы, сыйластығы, махаббаты дұрыс болу керек. Екі тарап та бірін-бірі құрметтеу керек. Айрылып қалам, тастап кетеді, жалғыз қалам деген сияқты қорқыныштардың жетегінде жүріп жасаған бір жақты әрекеттер ұзаққа апармайды. Өзіңізге зиянын тигізеді. Мұндай бір жақты әрекеттер адамды бақытты қылмайды. Күндердің күнінде шаршайсыз, жағына беруден жалығасыз. Сізді жақсы көретін, өзіңіз ойлағандай жақсы адамдар өмірде көп. Тек өзіңіз өзгеріңіз. Сіз жақсы болсаңыз, жақсылардың өздері-ақ сізге тартылатын болады. 6. Мәселеден қашпаңыз. Ешкімнің де туындаған мәселемен басын ауыртқысы келмейтіні анық. Қандай да бір сұрақ немесе мәселе туындаса бірден қашқақтайды. Басын қатырғысы келмей, тақырыпты жауып, кейінге шегеріп жатады. Туындаған мәселеден қашу мәселені шешпейтін бәріміз жақсы білеміз. Кішкентай болып көрінген мәселенің өзі жиналып, үлкен мәселелер тудырып жатады. Күндердің күнінде неден туындағанынан шатасып шешуге кеш болып кетеді. Уақыт өте келе мәселенің ара-жігін ажырату маңызды болмай қалады. Сондықтан арада қандай да бір сұрақ, түсініспеушілік мәселе туындаса, жоғарыда айтылғандай, соған қатысты адамдармен ашық сөйлесіп, бірге шешімін табуға тырысыңыз. Ол тақырыпқа қатысты өз ойыңызды айтып, екінші тараптың ойын тыңдай білуіңізді керек. Бұл арадағы түсініспеушіліктің алдын алады. 7. Бір-біріңізге уақыт бөліңіз. Жаныңыздағы ет жақындарыңызбен арада дұрыс қарым-қатынас болу үшін ең бастысы оларға көңіл бөлуіміз керек. Бір үйде тұрсақ та, бір төсекте ұйықтап жүрсек те, күнде көріп жүрген адамымыз болса да, арнайы уақытпен көңіл бөле білуіміз керек. Адамға көп жағдайда көңіл бөлу жетіспей жатады. Өзімізге де, балаға да, ата-анаға, достарымызға да көңіл бөлуіміз керек. Көңіл бөлу дегеніміз бірге серуендеу, жағдай сұрасып әңгімелесу, шәй ішу, дүкен аралау, тосын сый жасау. Кейде күнделікті шапқылап жүрген тірліктен шаршағанда осылай жақыныңа көңіл бөлу екі адамға да керемет демалыс сыйлайды. Мұны ішкі сезімдерді қоректендіру дейді. Көңіл көңілден су ішеді демекші, адамдардың қарым-қатынасы қалтарыссыз, қалтқысыз пейілінің айнасындай көрінетін ақиқат. Біріңізді біріңіз қолдап, жылы сөздеріңізді аямаңыз. Қанша жерден күні бойғы тірліктен шаршасаңыз да, жақындарыңызға арнайы уақыт бөлуді естен шығармаңыз. 8. Өз тарапыңыздан сый құрмет көрсетуге еш ұялмаңыз. Отбасында болсын, жұмыста болсын, бір-бірімізге қарсы шығып келіспейтін тұстарымыз болады. Қарсы шығу тек өз дегеніңді ғана ескеру, өзімдікі ғана дұрыс деу. Көп жағдайда даудың басы осындайдан басталады. Сондықтан таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпаңыз. Егер қарсы тарап жағдайды басқаша көріп тұрса, түсінуге тырысыңыз. Ең бастысы, ол кісінің көзқарасын сыйлайтыныңызды білдіріңіз. Өз ойын еркін айтушы ғана емес, жақсы тыңдаушы да бола біліңіз. Сонымен қатар, алғыс айта білетіндердің қатарынан болудан еш ұялмаңыз. Мейлі, сізге бір стакан су ұсынса да, рахмет айтыңыз. Адам алғысты жиі естіген сайын, одан да көбірек жақсылық жасағысы келіп тұрады. Сізді қуанып айтқан алғысыңызды естіген адам, сізді бұрынғыдан да көбірек қуантуға тырысады. Бір мүмінді қуантқан адамды Алла тағала қиямет күнде қуантады дегенді ескерсек, шама шарқымыз жеткенше адамдарды қуантуға тырысайық. Сөзімізбен, ісімізбен жасаған мұндай жақсылықтар өзімізге немесе ұрпағымызға еселеп қайтатынын ұмытпайық. 9. Ешкімді өзгертуге тырыспаңыз. Біз көп жағдайда өзімізден бұрын өзгелердің өзгергенін қалап, өзгені өзгертем деп алысып кететіміз туралы жоғарыда біраз тарқатып айттық. Біреуді өзіміз қалағанда етіп өзгертіп аламын деген ой бос әурешілік. Айналаны өзгертемін деу қателік.
Біз тек өзіміз өзгере отырып, өзгелерді де қалай бар, солай қабылдауды үйренеміз. Өзіңіз өзгеріп, өзіңіздің ұстанымыңыз болатын болса, соған сай келетін адамдар да бар. Кез келген адамның табиғи болмысын қабылдау үшін де алдымен өзіміз өзгеруіміз қажет. 10-шы, өзіңізді сынағаннан қалай қашсаңыз, өзгені де сынаудан аулақ болыңыз. Жалпы адамдарға бір-бірінің демеуі жетіспей жатады. Адамға біреудің демеуі үнемі қажет дүние. Ол кез келген жағдайда қажет. Жаңадан іс бастағанда, отбасын құрған жағдайда, жаңа ортаға тап болғанда, қиналғанда, тіпті қуанғанда да адамға жақындарының демеуі ерекше қажет. Бүгінде әркім өзелген жағдайда қажет. Жаңадан іс бастағанда, отбасын құрған жағдайда, жаңа ортаға тап болғанда, сіздің осы өзгерем деген ниетіңізбен бастаған әрбір ісіңізде де демеу болса, ол сіздің алға жылжуыңызға кәдімгідей күш пен сенімділік берер еді. Ал біз керісінше, мұндай жағдайда өзіміз де, өзгелер де сынауға дайын екенін білеміз. Енді бұл жерде кім мені демейді екен деп қарап отырмаймыз. Барлығын өзіміз бастайық. Бүгіннен бастап, біз өзгелердің әрбір бастаған ісіне сенім беріп үйренейік. Қандай жақынымыз болса да, әлсіз тұстарын бетіне басып, сынаудан аулақ болайық. Керісінше, қолынан келетінін, жасай алатынын айтып, өзіне сенетінімізді білдірейік. Азғантай болсын жасаған ісіне, ұмтылысына үлкен баға берейік. Марқайып қалатындай мақтайық. Ең бастысы, өзгенің көзінше жерден алып жерге салып сөгіп, қолынан келмей жатқан ісін бетіне басудан аулақ болыңыз. Кішкентай баланың өзін мақтай қойса, кәдімгідей еркелеп, мәз болып қалады емес пе? Әр адамның ішінде кішкентай бала жатқандай. Қандай ересек адам болмасын, жылы сөз айтып, мақтайтын болсаңыз, ол адамның бойында сенімділік пайда болған өзіңізді байқайсыз. Ендеше бүгіннен бастап, маңайымыздағыларды дұрыс әрекеттері мен әрбір тырысып баққан әрекеттері үшін тек қана шабыттандырамыз. Ескере кететін дүние, мақтау дегенді орынсыз жалпақтаумен шатастырмаңыз. 11-ші, үнсіз қалмау. Ішімдегіні тап деген жұмбақ мінез адамдарға көп зиян тигізетінін ұмытпаңыз. Әр адамның қабылдауы, көзқарасы, түсінігі, санасы, ойлауы әртүрлі. Ешкімнің ішіндегіні таба алмас, табуға міндетті де емес. Сондықтан, сіз де сондай мінезді адамдар қатарынан болсаңыз, өзіңізді өзгертуге тура келеді. Қандай жағдайда да ойымызды ашып айтамыз. Көңіліңізден шықпай тұрса айтыңыз. Сіз ойлағандай болмаса өз ойыңызды айтыңыз. Сіз күткен дүние болмаса оны да айтыңыз. Мысалы, жолдасыңыздың сыйлық жасағанын қаласаңыз, оны да ашып айтыңыз. Сен маған мынадай сыйлық жасасаң, мен ең бақытты жан болар едім дегендей барлығын ашып, әдемілеп жеткізіп үйреніңіз. Жасаған сыйлығы сіздің ойыңыздан шықпаса да, сізге қажет нәрсе болмаса да, қуанып, шын көңілден алғыс білдіріңіз. Негізі туған күннің, мерекенің алдында өзіңізге нақты керек дүниені ашып айтыңыз. Өзіңізге қажеті аздау сыйлықты алғаннан гөрі, алдын ала нені қалайтыныңызды жеткізіңіз. Өзіңізде біреуге сыйлық таңдарда, одан күні бұрын сұрап алсаңыз, ыңғайсыз жағдайға тап болмайсыз. Мейлі ол ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, ол сіздің ішіңіздегіні шынымен білмейді. Ішімдегіні тап дейтін адамдар көп жағдайда өтірік күліп, бәрі жақсы екен айтып жатады. Сіздің мұндай әрекетіңізді көрген екінші адам, расында бәрі жақсы екен деп ойлауы мүмкін ғой. Бір ескеретін жағдай бар. Сіз мәселені ашып айтқанда, бәрібір жағдай өз ойлағаныңыздай болмауы, сіздің айтқаныңызбен келіспеуі мүмкін, дегенмен іште сақтап үнсіз қалғаннан әлде қайда жақсы. Сіздің сөзіңізді ерте ме, кеш пе ескеретін болады. Ең бастысы, өз қалауыңызды, өз ойыңызды еркін жеткізіп үйренесіз. Жаңа әдет, жаңа өмір. Адам өзінің кейбір әдеттерін өзгерту арқылы мінезін де өзгерте алады. Бұлар өзгерген жағдайда адамның өмірі де өзгереді. Біздің ғажайып 28 күнделігі тікелей әдеттерімізді өзгертуге негізделгенін айттым. Бүгіннен бастап, алдағы 28 күн бойы осы күнделікпен жұмыс істеумен қатар,
күн сайын тағы да бір іспен айналысатын боласыз. Қай-қайсымыздың да үйімізде жасау керек еді, мынаны бітіру керек еді деген майда шүйде, бірақ кейінге шегеріле беретін бір іс бар. Мысалы, қабырғадағы жыртылған түсқағазды ауыстыру, кітаптарды сұрыптау, гүлдің ыдысын ауыстыру, ас үйдегі ыдыстарды іріктеу, жатын бөлмедегі жиһаздардың орнын ауыстыру, терезе жуу, кесте тоқу, сурет салу, әр аптаның ас мәзірін жасау, перделерді ауыстыру, киімдерді іріктеу, киілмейтін киімдерді тарату. Мұндай тізімді күнделіктің алда жасайтын істерім деген бөліміне жазыңыз. Жалпы осындай жасалуы керек, бітпей жатқан, ойымызда жүрген тірлік баршамызда бар ғой. Осындай ойыңызда жүрген жасалу керек деген істердің тізімін жазыңыз. Сол тізім бойынша күнде біреуіне уақыт арнап іске кірісіңіз. Бұл көзге көрінбейді, білінбейді, мәні жоқ сияқты болғанымен ойыңызда жүргендіктен артық энергияңызды алып жатқан дүниелер. Біз не ойласақ, соған энергия жұмсап жатқанымызды ұмытпауымыз керек. Біріншіден, ойыңызда жүрген мұндай істердің тізімін қағазға жазу арқылы басыңызды артық ойдан тазартасыз. Екіншіден, алдағы 28 күн бойы күнделікпен жұмыс жасау барысында қағазға жазылған тізімдермен жұмыс жасау оңайырақ болады. Содан кейін тізім бойынша барлық істі жасап тастау керемет сезім, эмоция, энергия берген өзіңізде байқайсыз. Алдағы уақытта да осындай көзге көрінбейтін, бірақ жасалуы керек дүниелерді ойлап ұзақ жүрмейтін боласыз. Сізде ойға алған істі бірден жасау деген әдет қалыптасады. Ал энергияңызды өзіңізге қажетті деген үлкен істерге жұмсап үйренесіз. Уақытты тиімді пайдалану. Ештеңеге үлгермеймін, уақытты игере алмайым, өзіме түк уақытым жоқ, тағы да басқа деген сөздер баршамызға таныс. Өзімде де болған, болып та жатады. Сонымен қатар, жетістікке жеткен адамдардан күніңді жоспарлап үйрен деген ұранды да есте құлағымыз жауыр болған. Осы уақытқа дейін қанша естісеңіз де, мен дәл қазір уақытты жоспарлаудың маңызы туралы тағы қайталап айтамын. Қолыңыздағы күнделікпен алдағы 28 күн үзбей жұмыс жасау сізге өзіңізге уақыт бөлу әдетін қалыптастырады. Енді жағдайды қиындатпай, оңай тұсынан алып қарайық. Күн сайынғы жасайтын істеріңіз өзіңізге мәлім. Сондықтан, бір күндік уақыттан өзіңізге қай уақытты бөлу ыңғайлы? Дәл қазір осы жерде уақытты игеруге үлкен мән беріңіз. Біз уақытты дұрыс бөлу, жоспар құру дегенге тек жетістікке жеткен адамдарға ғана қажет қағида ретінде қараймыз. Кез келген адам өзіне тиесілі әр күнгі 24 сағатын дұрыс бөліп, өзіне де уақыт таба білу керек. Өкінішке қарай барлығына уақыт тауып, барлық жағдайды ойлап, өзімізге уақыт жеткізе алмай, өзімізді ұмытып кетіп жатамыз. Содан кейін бұл да бізге зиян тигізіп жатады. Енді бүгіннен бастап уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Ол үшін бір күнгі жасайтын істеріңіздің тізімін қосымша дәптеріңізге жазыңыз. Таңертең оянғаннан бастап бала-шағаны тамақтандыруға 1 сағат, астың орнын үйді жинауға 1 сағат, кір жууға 30 минут, түскі ас әзірлеуге қанша уақыт, түскі ас беруге, кешкі ас, тағы да басқа міндетті түрде жасалатын істеріңізге осылай қанша уақыт кететінін анықтаңыз. Олардан бөлек тағы не істейсіз? Белгілі бір жерде қызмет істейтін болсаңыз, ол жақта күнделікті қанша уақытыңыз, қандай жұмысқа кетеді, соны анықтаңыз. Қосымша істейтін қандай жұмыстарыңыз бар? Мысалы, баланы балабақшаға апаратын шығарсыз, барлығын жазыңыз. Күндіз басқа немен айналысасыз? Мүмкін сериалдар көретін боларсыз. Әлеуметтік желіде қанша уақыт отырасыз? Барлығын жазыңыз. Содан кейін сараптама жасаңыз. Расында, тамақ жасауға 1 сағат емес, мүмкін 40 минут жететін шығар. Сіздің жазғандарыңыз расында сонша уақыт кететін жұмыстар ма? Егер сіз уақытты үнемдеуді, дұрыс игеру туралы ойланатын болсаңыз, бұл істерге сіз ойлағаннан да аз уақыт жұмсауға болатын шығар. Жұмыста жүргенде барлық уақытыңыз тек жұмыс істеумен өте ме? Арасында шәй ішу, әңгіме айту деген сияқты босқа өтіп жататын уақытыңыз жоқ па? Әлеуметтік желіні тамашалау үшін күніне қанша минуттан бастап қанша сағатыңызды жоғалтудасыз? Кешке нешеде жатып, таңертең нешеде тұрасыз? Мүмкін ұйқыға көп уақытыңыз кетіп жатқан болар. Міне осы сұрақтарға шынайы жауап беріңіз. Бұлай жазбаша жұмыс жасау, күнделікті уақытыңызды қайда жұмсап жатқаныңызды анықтауға, істеріңізді икемдеп, өзіңізге уақыт бөлуге көмектеседі. Соның арқасында әр күнгі 24 сағаттың жартысынан көбі босқа кетіп жатқанын көресіз.
Үлкен жетістікке жету үшін өз уақытымызды дұрыс пайдалануды осындай кішкентай қадамдардан бастау керек. Дәл қазіргі сәтте сіздің алдыңызда өзгерем, жаңа әдет қалыптастырам деген мақсат бар. 28 күннен кейін өзіңізден қандай өзгеріс күтесіз? Өзіңіз қалаған нәтижеге қол жеткізу үшін алдағы 28 күн бойы әрбір жасалуы керек іске уақыт бөлуге дайынсыз ба? Дайын болсаңыз, осы күнделіктің ішіндегі әр күнгі жоспар жазатын орынға күнделікті істелетін маңызды 5 істі жазыңыз. Әр істің қасына сағатын қоса жазыңыз. Уақытты тиімді пайдалану үшін күнделікті жоспар құру қол жеткізу қиын үлкен жұмыс. Күнделікті жасайтын маңызды істеріңіз жоспар құру дегеніңіз бар болғаны құрал ғана. Жоспар үлкен мақсатқа қол жеткізуге көмектесетін құралдардың бірден бірі. Қоршаған орта. Біздің өмірімізге күнделікті жиі араласатын адамдарымыз, достарымыз, әріптестеріміз, тағы да басқалар тікелей әсер етеді. Біздің көпшілігіміз кімдермен доспын деген сұраққа ешқашан ойланып көрмегенбіз. Енді сондай достарыңызды есіңізге алып қарасаңыз, кейбір мінез-құлықтарыңыз, әдеттеріңіз, сөйлеулеріңіз бір-біріңізге қатты ұқсайды. Біз қаласақ та, қаламасақ та, жиі араласатын достарымызға, жанымызда жүретін адамдарға ұқсап кетеді екенбіз. Ескі достарымызбен бұрынғыдай араласуымызды жалғастыра отырып, жаңа әдет қалыптастыру, өзіңді, өміріңді өзгерту қаншалықты оңай? Алғаш өмірінде өзгеріс бастаған көптеген адамның тәжірибесіне сүйенсек, олар қоршаған ортасына да өзгеріс жасағандарын алға тартады. Сізді бұрынғы әдеттеріңізбен, қалыптасқан мінезіңізбен көріп, танып қалған кейбір ескі достарыңызға бұлайша өзгергеніңіз түсініксіз болса, енді бір қабылдай алмай, кері әсерін тигізетін сөз айтып жатады. Олардың сіздегі өзгерісті қалай қабылдайтыны еш маңызды емес. Ескі достарыңыздың бойындағы жақсы, жаман қасиеттерді сіз баяғыда олардан үйреніп алғансыз. Сондықтан, қоршаған ортаңызға да өзгеріс жасауыңыз маңызды. Ол үшін жаңа адамдармен танысыңыз. Тіпті жақын араласып, дос болып кетпесеңіз де, жаңа адаммен сөйлесудің өзі сізге жақсы әсер беретін болады. Сіз өзіңіз өзгерісті бастаған кезде, сіз сияқты өзгеріс іздеп жүрген адамдармен танысуыңыз да ғажап емес. Ғаламның тартылыс заңдылығы барлық жерде жұмыс жасайды. Ал енді адамдармен танысу мүмкіндігі аз, ауылдық жерде тұратын болсаңыз, бүгінде әлеуметтік желі бар. Үнемі ізденісте, даму жолында жүрген адамдармен танысыңыз, хат жазысып, хабарласып, білгеніңізбен бөлісіп отырыңыз. Расында бірнеше жылдан бері көріп, танып, біліп, қоян-қолтық араласып жүрген досыңызға қарағанда, алыстан болсын араласатын жаңа достың тигізер әсері мол. Біз бұл жерде сізге ескі достарыңызды мүлдем теріс айналып кетіңіз деп отырғаным жоқ. Уақыт өте келе, өзіңізді жеңіп, жаңа әдеттер қалыптастырғанда, ескі достарыңыз да өзгеріс іздеп, сізге қарай тартылатын болады. Не сізден мүлдем алыстап кетеді. Оны уақыттың еншісіне қалдырыңыз. Әзірше күн сайын 4-5 жаңа адаммен танысуды әдетке айналдырыңыз. Әрбір танысқан адамыңызбен тек қал-жағдай сұрасып қана қоймай, олардың бойындағы жақсы әдеттерін үйренуге тырысыңыз. Күнделікпен жұмыс жасаған алдағы 28 күн бойы танысқан адамдарыңыздың ішінен ең кемі өзіңе жаңа 5 дос табатыныңызға сенімдімін. Кез келген жақсылық адамдармен араласу арқылы келетіні есіңізде болсын. Денсаулық еш нәрсемен орнын толтыра алмайтын біздегі зор байлықтың бірі. Дені сау болу деген тек бір жеріңнің ауырмауымен ғана шектелмейді. Осы күнге дейін өз денсаулығыңызға қаншалықты мән бересіз? Бойыңызда энергия көп болып, бастаған істі құлшынып, аяғына дейін шаршамай жеткізудесіз бе? Спортпен кез келген түрі соңғы рет қашан айналыстыңыз? Бұл сұрақтар көпшіліктің әлсіз тұстарында дөп тиіп жатады. Ендеше әрі қарай кеттік. Адамның қозғалысы азайған сайын, оның бойындағы энергиясы да азаяды. Істеп жатқан ісім жоқ, сонда да шаршай берем, ешнәрсеге зауқым жоқ, жата бергім келеді дейтін шағымдар сізге де таныс па? Бұл сияқты жағымсыз дүниелерді айта берсек өте көп. Сондықтан өзімнің білетін, біздің денсаулығымызға қажетті деген ақпараттармен бөлісейін. Деніміз сау болу үшін бізге қажетті әдеттер: түнгі дұрыс ұйқы, дұрыс және уақытылы тамақ,
күніне 2 литрге жуық су ішу, физикалық қозғалыс, табиғат аясындағы серуен, көтеріңкі көңіл күй, кітап оқу, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу, жылына кемінде 1-2 рет арнайы демалыс. Енді осылардың әрқайсының адам денсаулығындағы маңыздылығына жеке-жеке тоқталайық. Әр адамның өмір сүру қағидасына байланысты өзіндік ұйықтау тәртібі болады. Ұйқы кезінде біз тек демалып қана қоймаймыз. Сонымен қатар біздің әрбір ағзамыз өз қызметтерін күні бойы дұрыс атқарып, көңіл күйіміз бен әрбір іске деген құлшынысымызды арттыру үшін де уақытылы түнгі ұйқы қажет. Денсаулыққа пайдалы болуы үшін түнгі ұйқының бірнеше ережесі бар. Алдағы 28 күн бойы осы ережелерге сай өмір сүруді бастаңыз. Аптаның қай күн екеніне қарамастан, күн сайын кешке бір уақытта ұйықтап, таңертең бір уақытта тұру. Ең дұрысы кешкі 23:00-ден қалмай ұйқыға жату, себебі дәл осы уақытта адамның ағзасы өзін еркін сезініп демалуға дайын болады. Ұйықтар алдында тамақ жемеңіз. Төсекке жатардан 1-2 сағат бұрын жеңіл тамақтансаңыз болады. Мысалы, жеміс-жидек, көкөніс жеп, айран ішіңіз. Ұйықтар алдында ішімдік пен құрамында кофеині бар сусындар ішпеңіз. Кофе, какао, шай. Сондай-ақ, жатар алдында таза ауада серуендеу тезірек ұйықтауға көмектеседі. Ұйықтар алдында күндізгі болған мәселелерді, сары уайымға салатын жағдайларды ойламауға тырысыңыз. Барынша арман қиялға беріліп, жағымды көңіл күйіңізді көтеретін дүниелерді ойлаңыз. Тезірек ұйықтап қалу үшін кітап оқысаңыз болады. Мүмкіндік болса, табиғаттың, құстардың үні шығатын әуенді тыңдап жатыңыз. Жатар алдында бөлменің терезесін ашып, таза ауа кіргізіп алыңыз. Міндетті түрде жатын бөлменің жарығын толық өшіріп ұйықтаңыз. Олай етпесеңіз, адамның ағзасы толық қандай демалмайды. Ұйқыңыз дұрыс болу үшін жататын орныңыз өте жұмсақ немесе тым қатты болмасын. Таңертең ояна салып, төсекте иленіп ұзақ жатпаңыз. Ояна салып, орныңыздан тұрып кетіңіз. Жалпы түнгі ұйқы кезінде біздің миымыздың қандай да күйде болатыны бұрынғы кездері жұмбақ болып келсе, бүгінде ғалымдар түрлі зерттеулер жүргізіп, ми мен нейрондарға қатысты біраз жаңалықтар ашуда. Түнгі ұйқы дұрыс болған кезде біздің миымыз зиянды нәрселерден тазарады екен. Оны біздің миымыздағы сұйықтықтар жуып шаяды дейді. Ал енді ұйқының қанбауы мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіріп қана қоймай, біздің иммунитетімізді төмендетіп, түрлі аурулардың пайда болуына әсер етеді. Ғылыми еңбектерге сүйенсек, дұрыс ұйқы туралы айтатын дүние көп. Мен жоғарыда сіздер үшін қажет және кез келген адам жасай алатын қарапайым дегендермен бөлістім. Бүгінде дұрыс тамақтану, артық салмақ тастау деген сияқты марафондар көбейіп жатыр. Адамның ағзасына не керек екенін өзінен артық ешкім білмейді. Менің өз тарапымнан ұсынатыным уақытылы дұрыс тамақтану. Ол дегеніміз таңғы астан бастап кешкі асқа дейін әрбір тамақты уақытылы жеу. Көбінесе жұмыс бабымен, басқа да шаруалармен жүріп, адамдар кешке дейін аш жүреді. Сосын кешкі бір уақытта қарны қатты ашқандықтан өте көп мөлшерде тамақ жейді. Бұлай тамақтанудың адам ағзасына қаншалықты зиян екенін көпшілік біле бермейді. Содан кейін көшедегі жартылай піскен фастфуд, хот-дог, гамбургер деген сияқты тамақтардан мүлдем аулақ болыңыз. Қарныңыз қатты ашса да, мұндай тағамдарды мүлдем жемеңіз. Жұмысыңыз қаншалықты қызып жатса да, тамақты өз уақытында жеуді әдетке айналдырыңыз. Бір үзім нан мен май болсын, уақытылы жеңіз. Ағзаңыз қалаған, жегіңіз келген тамақты жеңіз. Егер адам тамақты уақытылы жейтін болса, ешқандай тамақтың зияны жоқ. Артық салмақ тек қана көп тамақ жегендіктен ғана емес, күні бойы аш жүріп, кешке бір-ақ рет тойып тамақ жеуден де болады. Ал енді таңертең аш қарынға жылы су ішудің өте пайдалы екенін естіген боларсыздар. Сонымен қатар, таңертең аш қарынға жылы суды міндетті түрде отырып, ыдысты оң қолыңызбен ұстап, бисмилля деп айтып, бірден сіміріп салмай, 3 рет демалып, бөліп ішу шарт. Ендеше таңертең аш қарынға лимон,
бал қосылған жылы су ішуді ертең таңертеңнен бастаңыз. Лимон, бал болмаған жағдайда жылы судың өзін іше беріңіз. Күніне 2 литрге жуық су ішуіміз біздің ағзамызға оң әсерін береді. Егер бұрындары күніне қажет мөлшерде су ішу әдетіңізде жоқ болса, онда алдағы уақытта да су ішуді ұмытып кетуіңіз мүмкін. Мұны өзіңізге әдет етіп қалыптастыру үшін арнайы ыдыс дайындаңыз. Ыдысқа ішетін суыңызды құйып, күнделікті көрінетін жерге қойып қойыңыз. Қандай тірлік жасап жүрсеңіз де, ыдыстағы суға көзіңіз түскен сәтте аз ғана мөлшермен ішіп жүріңіз. Суды сіміріп бірден ішкенге қарағанда, күні бойы 2 литр суды ұрттап жүріп ішкен әлде қайда пайдалы. Адамның қозғалысы азайған сайын, оның бойында энергия да азайып, адам өзін әлсіз сезініп жата бергісі келеді дейік. Сондықтан алдағы 28 күн бойы қозғалысыңызды бұрынғыдан 3 есеге арттыру керек. Бұрын жұмысқа қоғамдық көлікпен баратын болсаңыз, енді 2 аялдамалық жерде жаяу жүріп барыңыз. Егер еш жерде жұмыс істемейтін болсаңыз, күніне таңертең және кешке 20 минуттан жаяу жүруді әдетке айналдырыңыз. Көпшілігіміз жаттығу жасауды ескере бермейміз. Жаттығу жасау үшін арнайы құрал-сайманның болуы да, арнайы спорт залына бару да шарт емес. YouTube'дан өзіңізге ұнаған 5-10 минуттық жеңіл жаттығуларды табыңыз. Алдағы 28 күн бойы күн сайын таңертең сол жаттығуларды жасаңыз. Аптасына 1-2 рет өз аймағыңыздағы табиғат аясында саябақ, тау, өзен жағалаулары, орман, сол жерлерде серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Сонымен қатар, алдағы 28 күн бойы көңіл күйіңізді бақылаңыз. Дәлірек айтсақ, көтеріңкі көңіл күйде жүруіңіз керек. Ол үшін өзіңіздің көңіл күйіңізді көтеретін, сізге жақсы әсер беретін бейнебаяндар, көңілді әндер, кинолар және кітаптар дайындап алыңыз. Көңіл күйді түсіретін жағдай туындаса, бірден көңіліңізді көтеретін бейнебаяндар көріп, ән тыңдап кітап оқыңыз. Кейде үйдегі балашаға ашуланып қоямыз. Осындай жағдайда баламен бірге отырып кино көріңіз, немесе бірге серуендеп қайтыңыз. Бұлар сіздің көңіліңізді көтеріп қана қоймай, ойыңызды басқа арнаға бөлетін болады. Ал сізге алдағы 28 күн бойы жағымды көңіл күйде жүру өте маңызды. Осындай әдеттерге қоса, кітап оқуды да әдетке айналдыруымыз керек. Күнделіктің соңында оқуыңыз керек деген кітаптардың тізіммен бөлісетін болам. Сол тізімнен болсын, немесе өз кітап сөреңіздегі оқылмай тұрған кітаптарды оқыңыз. Алдағы 28 күн бойы күніне жарты сағаттан 1 сағатқа дейін үзбей кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Кітап ой өрісіңізді кеңейтіп, қиялыңызды ұштап, көркемдік әлеміне жетелейтін керемет дүние. Теледидарда, ғаламторда кітаптың орнын алмастыра алмайтынын біліңіз. Кітапты таңдап, талғап оқуға кеңес берем. Кітапты түсіну мен түйсінуіңізден, оқығаныңызды өмір қажетіне жарата білуіңізден, біліміңіз бен білігіңізді, пайым парасатыңызды айқындауға болады. Төменге өзіңізге ұнайтын, қазіргі уақытта айналысуға мүмкін деген бірнеше істің тізімін жазыңыз. Кітап оқу, тіл үйрену, тоқыма үйрену, сурет салу, өлең жаттау, домбыра тарту, тағы да басқалары. Осы тізімнің ішінен кез келгенін алып, күніне бір мезгіл уақыт бөліп бастаңыз. Бұл істер сізге ешқандай табыс әкелмеуі мүмкін. Маңыздылығы да жоқ шығар. Бірақ мұндай істермен айналысу адамның жан-жақты болуына көмектеседі. Осындай істермен айналысудың өзі адамға үлкен сенімділік береді. Қолынан түк келмейтін адам болғанша, әртүрлі істі игере білу өзіңнің мақсатыңды айқындауға көмектеседі. Сонымен қатар, алдағы 1 жылда өзіңізге 2 рет 5 күн мен 7 күн арасындағы демалыс арнаңыз. Шетелге шығу, туған жерге бару, еліміздегі саяжайларда демалу, қайда барасыз, ол өз жағдайыңызға байланысты. Егер сіз баратын жеріңізді нақты анықтасаңыз, оған қажетті ақша да, мүмкіндік те өзі табылады. Төменге қайда және қашан баратыныңызды жазыңыз. Демалатын жерім жылы, екіншісі де демалатын жерім жылы. Адамның жылына өзіне 1-2 рет осылайша демалыс беруі өзіне деген құрметті білдіреді. Демалыс жұмысыңызға қатысты жаңа идеялар тууына үлкен әсерін береді. Мұндай демалыстан кейін өзіңізге деген сенімділік арта түсіп, жұмысыңызды үлкен құлшыныспен жасайтын боласыз. Кейде адамдар мұндай демалыстардан кейін өмірінде маңызды шешімдер қабылдап жатады.
Мысалы, кейбіреулер жұмыстан шығып, бар уақытын өз ісіне арнау керегін түсінеді. Кәсіпкерлер өз кәсіптеріне тың идеялар алады. Жалпы өмірде өзіне демалыс арнап, бұрын бармаған жерге бару адамға оң әсерін беретіні дәлелденген. Бұлардың барлығы баршаңыз білетін өте қарапайым қағидалар. Егер бұларды өз күн тәртібіңізге қосатын болсаңыз, өз денсаулығыңыздың бұрынғыдан да керемет болатынын сезінесіз. Қаржы. Бүгінде білім іздеп жүрген көпшіліктің басты мәселесі ақша. Бұл туралы кәсіпкерлер кәсіп бастау, кәсіпті дамыту, қаржылық сауаттылық сияқты түрлі тақырыпта кітаптар жазып, сабақтар да өтуде. Сіз де бірнеше сабаққа қатысып, талай кітапты оқыған боларсыз. Ал енді бұл тақырыпқа біздің 28 күндік тапсырмамыз Алла разылығы үшін садақа беру. Шамаңыз қаншаға жетеді, сол мөлшерде беріңіз. 50 теңге ме, 100 теңге ме, қаншаға шамаңыз келеді, сонша садақа беруді бастаңыз. Садақаның үлкен кішісі болмайды. Ең бастысы 28 күн бойы садақа беруді үзбеу. Және әр бергенде мені берушілердің қатарынан етіп, садақа беруді нәсіп еткенің үшін Аллам өзіңе айтар алғысым шексіз деген сөзді айтып отырыңыз. Діни мамандар жасалатын жақсылықтың садақа болып саналуы үшін мынадай 3 ерекшелікке ие болу керек дейді. Бірінші, мұқтаж жанға беру. Екінші, Алланың разылығы үшін берілуі. Үшінші, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Ендеше осы шарттарды ескере отырып, шамаңызға қарай садақа беріңіз. Олардың малдарында қайыршының және сұрауға намысы жібермеген жарлының да ақысы бар дейді. Садақа тек ақшамен өлшенбейді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен сахабаларының арасында мынандай әңгіме болады. Пайғамбарымыз әрбір мұсылман садақа беруі тиіс дейді. Сахабалардың бірі: «Ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, таппаған адам не істейді?» Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жұмыс істеп, табыс тауып садақа берер» деді. Сахабалар: «Істейтін жұмыс таппаса не болады?» дейді. Пайғамбарымыз: «Мұқтаж болған жанға қандай да бір көмегін береді» дейді. Сахабалар: «Жәрдем ететін адам да таппаса ше?» деп тағы сұрады. Пайғамбарымыз: «Қандай да бір іс жасаса, біреуге жол көрсету, жолдағы зиян тигізетін затты алып тастау, ілім алу, үйрету, тағы да басқа, ол үшін бір садақа» деді. Ендеше алдағы 28 күн бойы өз шамаңызға қарай күн сайын садақа беріңіз. Қорытынды. Осы күнделіктің ішінде бұдан да көп ақпарат жазуға болар еді, алайда аты күнделік болғаннан кейін сатып алған әрбір адам қолына ұстаса да, сөмкесіне салса да ыңғайлы болу үшін әдейі шағын етіп шығардым. Сонымен қатар, теорияға қарағанда практикалық тапсырмаға баса назар аударғандықтан, негізгі жұмысты істейтін өздеріңіз екенін естеріңізге тағы бір салам. Мақсатым сіздердің жағымсыз ескі әдеттеріңізден арылып, қажетті жаңа әдет қалыптастыруларыңызға көмектесу. Қазіргі уақытта адамдардың көпшілігі жаңа әдет қалыптастыруға ұмтылады, бірақ оның бойына толық сіңіру үшін шыдамдылықтары мен ерік-жігерлері жетпей жатады. Күнделікте берілген тапсырмалар сіздердің жаңа әдеттеріңіздің әдетке айналуына үлес қосса, менің алға қойған міндетімнің орындалғанын деп білем. Бастаған істеріңізді жарты жолда тастап кетпей, өмір бойына азық болар әдет қалыптастыратындарыңызға сенім білдірем. Әрбір тапсырма түсінікті болу үшін барлығына қысқаша тоқталып кетуді жөн көрдім. Бұл күнделікті шығаруға менің онлайн сабағыма қатысушылар себепкер болды. Егер күнделік әркімнің өзінде болса, кез келген уақытта жаңа әдет қалыптастыруды бастау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, күнделікті көрген сайын жаңа әдет қалыптастырып, жаңа өмірге қадам басқанын бірден есіне алып, іске кірісіп отыруына қолайлы. Адам күн сайын жаңа бір дүниені жасай берсе, оның миында жаңа нейрондар байланыс орнатады екен. Әрбір жаңа нейронның іске қосылуы бізге оң әсерін береді. Сөз соңында айтарым, өзгерем деген адамға жас шамасы еш әсер етпейді. Өзінің қалауы болса болғаны. Адам кез келген жаста өзгере береді. Сондықтан қазіргі жасыңызға қарап қорықпай, кез келген өзгеріске ашық болыңыз. Өзгерем деген адамға оның елді мекені, тұрғылықты жерде еш әсер етпейді. Өзгерем деген ниет болса, өзіне өзгеріс жасау арқылы өзі қалаған жерінде өмір сүре алады.
Өзгерем деген адамға қалтасында ақшасының бар жоғы да маңызды емес. Осы күнделіктің ішіндегі өзгеріс үшін берілген тапсырманың еш қайсысы ақшаны қажет етпейді. Бар қажеті сіздегі ниет қана. Өзіңізге өзгеріс жасау арқылы қажет ақшаны табуды да үйренесіз. Өзгерем деген адамға өткені де кедергі келтіре алмайды. Бұрын көп қателік жасап, бүгінгі қиналып отырғаныңызды соның зардабын шегудем деп ойласаңыз, қателесесіз. Әрбір қателігімізден сабақ алсақ, жеңіске бір қадам жақындағанымыз деп біліңіз. Әрбір қиналғаныңызды одан да мықты болу үшін берілген сый деп қабылдаңыз. Сондықтан кімсіз, қайдасыз, бұрын кім болдыңыз, оларға тоқталып өкіне бермей, өзгерісті бүгіннен бастаңыз. Өзіңіздің әдеттеріңізді, өмір сүру қағидаңызды, ортаңызды өзгерту сіздің өміріңізге керемет өзгерістер әкелетін болады. Тіпті өзгерістің бірінен кейін бірі болып, өзіңіз күтпеген жаңа есіктер ашыла бастайды. Ары қарай сізге қызметті де, елді мекенді де ауыстыру оп-оңай болады. Тез шешім қабылдап үйренесіз. Өзіңіздің бойыңыздағы талант пен қабілеттеріңізді анықтай бастайсыз, алдыңызға үлкен мақсат қою да оңай болады. Ендеше баршаңызға сәттілік тілеймін. Ғажайып 28 күнге қош келдіңіз.